Ұрылардан ұят болды. Шарасы таусылған алматылықтар дәл осылай Қожанасырдың күйін кешіп отырмыз дейді. Себебі Әлмерек шағын ауданы тұрғындарының айтуынша бір үйге бірнеше мәрте түсетін ұрылар түк таппаса ыдыс-аяққа дейін көтеріп әкетеді екен. Сондай-ақ құрықталған қарақшыны көрмедік деп қынжылғандар. Полицейлердің сылбыр жұмысына көңілі толмайтын айтады. Толығырақ тілшіміз Мақсат Мәлік тарқатсын. Осы біздің сатын әкеп қойған жерге спокойно ашқан. Әлмерек шағын ауданының тұрғыны Серік Исмайлов ұрылардан ұят болды деп қамыққан Қожанасырдың кебін киіп жүргенін айтады. Өйткені бұл үйге қатарынан 3 рет түскен сұғанақтар іске жарамды зат қалдырмаған. Кәнігі қарақшылардың айласына құрық бойламайды дейді ол. Мысалы, жаңағы ең соңғы түскен көршілерінде де қазір көрсететін шығар. Ол жақта да решетка бар. Решетканы жолып ол арматура осында жатқан шығар. Дәу арматурамен жолып Бар жиған тергені ұрылардың уысында кеткен әлмеректіктер жаңа жылдан кейін үй тонаушылар тым көбейгенін айтады. Тіпті дәніккен қарақшылар түк таппаса, тоңазытқыштағы тамақпен қоса ыдыс-аяқты көтеріп кетеді екен. МТФ-ның қоршауының ар жағында балам тұрады, екінші балам. Оған тек үйреніп алды. Осымен 5-6 жыл болды. Бір жылда 2 рет түседі. Қазанына шейін мантаваркасына шейін алып кетті. Компрессорды алған, кіріп бір соғымның етін жаңа сойып әкелгем, соны алып кетті. 2 балам да жұмыста, елде өзде. Енді олар телевизорынан қорқады. Мама телевизорымызды әкетпесінші деп. Енді оны телевизорлармен көтеріп үйге апарып тұрмаймын ғой. Ал ашынған тұрғындар тал түсте тайраңдаған ұрылар бейнебақылау камерасына түсіп қалса да ешкім құрықталмағанына қынжылады. Тіпті қылмыс орнына жеткен полицейлерді сол кеткеннен таппай қаламыз дейді олар. Ал қалалық полиция департаментіндегілер Әлмеректе жыл басынан бері бар жоғы 2 ұрлық тіркелген жеткізді. Бірінде белгісі біреулер үйдің сыртында жайылып тұрған етті қолды қылған, ал екінші деректе белгісі біреу бөтенің үйіне кірмек болған кезінде ұсталып қалған, бірақ үйдің иелері оны соңына дейін ұстай алмады, ол қашып құтылды. Алайда тұрғындар тәртіп сақшыларының сөзімен мүлде келіспейді. Себебі барлығы бір ауыздан шағын аудандағы ұрлықтың санынан жаңылдық деп отыр. Ал полицейлер елді дүрліктірген ұрылардың әзірге біреуі ғана анықталып, іздестіріліп жатыр дейді. Мақсат Мәлік, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы.